Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз Бердібек Соқпақбаевтың көшер кезде үзіндісі әдебиеттік оқу. Мақсаты Соқпақбаевтың көшер кезде әңгімесін талдап, тақырыптың маңыздылығын аша отырып, өз ойларын білдіреді, шығармашылық жұмысқа бейімделеді. Психологиялық ахуал. Оқушылар, сіздерге шындық және өтірік деп жауап береміз сіздер. Күн жерді айналады. Жақсы. Күн кешке батыстан шығады, таңертең шығысқа батады. Жақсы. Бір жылда 4 мезгіл бар. Тамаша. Мұхит өзенге құяды. Жақсы. Бозторғай үй құсы. Тамаша. Бозторғай қыста ұя салады. Жақсы. Ит адамның досы. Жақсы. Ендеше балалар, сандықшаға салынған екі түрлі кәмпиттерді өздерің таңдап аласыңдар. Сол өздеріңнің ұнатқан кәмпиттерің бойынша топқа бөліне қоясыздар. Балалар, иттім болса шіркін өлеңіндегі баланың ойын түсіндір. Бұл үй тапсырмасы, миға шабуыл. Сол өлеңдегі өз ойларыңды маған түсіндіріп айтып бере қойыңыздар. Балалар, Бердібек Соқпақбаев балалар жазушысы. 1924 жылы туған Алматы өңірінде дүниеге келген жазушы, ақын. Бұл атамыздың «Менің атым Қожа», «Жекпе-жек», «Чемпион» деген кітап жазған. Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармаларын білесіңдер, балалар? Айта қояйықшы. Сары балапан, сол бір кез, және де «Менің атым Қожа». Жақсы. Балалар, кәнекей кластер құра қояйықшы. Өз пікірлеріңізді айтыңыздар. Өзің қай жануарды асырағың келеді? Неге? Ендеше, екі топтың оқушылары өздеріңіздің таңдаған жануарларыңызды қорғай қойыңыздар. Балалар, кәне бәрімізде кітабымызды ашамыз. Көшер кезде деген әңгімені ашып, мәтінді бірінші іштей оқып аламыз. Содан кейін барып, тізбектей оқимыз. Кәне балалар, келесі тапсырма жұптық жұмыс. Жазушы майлыаяқты қалай суреттеген? Мәтінді оқығанда қандай сезімде болдыңыздар? Кәне маған өз ойларыңызды айтып бере қойыңыздаршы. Келесі балалар сергіту сәті. Қыдырып қайтайық деген, жақсылап тұрып өзіміз бойымызды жазып, шамалы сабаққа жеңіл сергіп алайық. Кәне балалар, мәтінмен жұмыс, келесі тапсырма. Бірінші топтың балалары әбекеңнің қолында қалған майлыаяқтың тағдыры қалай болғанын қысқаша өз қиялыңмен жаз. Екінші топтың балалары мәтін кейіпкерлерінің бірінің іс-әрекетін сипатта. Мәтіндегі бір кейіпкердің іс-әрекетін сипатта дейді балалар. Осы мәтіндегі кейіпкерлерді кәнекей білеміз ғой бәрімізде, иә? Ол Зағипа, Еркін, Әбеке және Майлыаяқ. Білгенге Маржан Айдары. Жеті қазына қазақтың дәстүрлі дүниетанымындағы түсініктердің бірі. Қазақ халқы жеті қазынаның әр жігіттің өмірімен байланыстырады. Жеті қазынаға жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазы, бере мылтық, қандауыз қақпан, майланғыш ау, өткір кездік жатады. Балалар, келесі қорытынды Айдары. Иттің иесінің орнында болсаң, майлыаяқты тастап кетер ме едің? Келесі балалар, рефлексия. Мен сіздерге күннің және қардың және бұлттың суретін ілдім, иә? Соған өздеріңіз бүгінгі сабақ
ұнады ма, және де сұрақтарым бар, және де ештеңеде түсінбедім. Әркім бүгінгі сабақтың негізгі ойларыңызды айтасыздар, қалай өткені. Үй тапсырмасы. Ит туралы қызық оқиға білсең, әңгімелеуге дайындал. Мақал мәтелге қатысты қақпаға ілінетін жарнама сөз дайындап жаз. Ит қаппайды деме, ат теппейді деме деген мәтіннің мағынасын түсіндіріп келесіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.